Балалар жазушы Роза Әбілқадырованың соңғы жылдар жазған «Алап өскен балалар» атты кітабы 1994 жылы шыққан болатын. Бұл кітапқа автордың повестері мен ертегілері енген. Автор қай шығармасында болсын адам бойындағы ізгілікті, адамгершілік қасиетті көрсетуге ұмтылған. Осы кітапта жарияланған Тасболат повесін автор өмірден ерте кеткен асыл баласы Нарзанға арнаған. Повестің басты кейіпкері Тасболаттың басынан кешкен оқиғасын Қамысты ауданынан келген Дүйісова Бақыт айтып береді. Қарсы алайық. Қолындағы бала жылаған кезде жылқышының шым-шытырық қойлары сым-зия жоғалып, атып тұрып қаңқалықтап, қатты састы. Қозыр деген жылқышы баланы жатқызды да, жан-жағына алақтап, талай-жау етер бірдеңе іздестірді. Жылқышының үйінен мамасының кішкене кезінде «Әй!» деп айырылмайтын сырлы тостақты қойнына тыға шыққан еді. Басын өнге тік бара жатса да, бір түрлі тастап кетуге қимайды. Әлі есінде, баласы кішкене кезінде тостақтағы айран, не сүтті ішкен соң, оны басына діңгері киіп алады. Иманды болсын қарағым, менің де шекем шалқып, жетісіп жатқаныма шамалы шырақ. Қойнымдағы бай, иә, әлгі Құдай бергеннен басқа ешкімім жоқ. Бүкіл үй ішімнен айырылған соң, басымның ауған жағына қаңқып кетті. Басында баспана түгелі, күн көзінен көнеркелер күркем де жоқ. Адам күні адаммен деген өлтім, жеттім жағдайға жеткенде. Желек сақал кездесті, діні басқа болса, жүректерінде күн нұрындай шықпаға тұйылған пейілді жандар екен. Обалдар нешік, үйлерінде қал деп ақжата жабысты. Жерсіне алмадым. Қатарынан да көңіл ортайып қалды. Басқа малым болмаған соң, қайтейін? Бір төбешіктің түбінде бүк түсі бөле саларақ еді. Бірақ бала үшін, осы бала үшін, жарым жарықты жанымды сүйрелеп жүрмін. Құдай өзі алмаса да, өлі қалу да оңай іс емес екен. Жалғызбын деме қарағым. Басын жаз, келешегін алдында. Кім әке шешесінің қанжығасына байлап жүр дейсің. Қайта солардың қазының қазытып, ошағын отын өшірмеуге тырыс. Ту жеңеше, бүгін қандай әп-әдемі болып кеткенсіз. Неге көргеніңізді қазбалап жүреді екенсіз? Тайқараға туысқаным болғанда қандай? Менің шешеммен бөле. Жер шалғай болған соң, араласа-құраласа алмаппыз. Әпкемнің де жалғыз туысқаны бар деп отыратын естетінмін. Тайқарағаны тепсе темір үзетін жас басымен өзімізден керек еді. Жұмыс деп жүре бердім. Сонымен жеңеше, Құдай бергенді қарайсыз ғой, деді есіркеп. Я, қараймын, деп жауап берді жеңешесі. Жылқы малының қырсырына қанық, және де көптен бері ірі қараны қарауды сағынған Тайқара мырзаның жан-тәннен сала, үстерінен шығын ұшырмай бағы баптады. Қыр қазағының адал еңбегіне разы болған Егор Епифанович те жылқышыға жылы шырай білдіре бастады. Бұрынғы ақтаушыға қарағанда Тайқараның алатын тиген тебені әлде қайда артық. Назарыңызға рахмет.